Осы жылда ең үлкен бір жеткен жетістігім ол кітап оқып бастау. Потому что мен бастайына кітаптарды сатып алғым келмейтін. Біреуден алсам да бір 10-15 бетін оқитынмын. И бір жерге барсам, кітапханаға барсам, мысалы Марвинда или бір жерде сөреде кітаптар тұрса, соның бір 10-15 бетін оқитынмын. И болды, ол кітап жабылатын. И мен өзімнің желаниямды аштым кітап оқуға деген. Мен өзім миымды алдадым. Мысалы таңда кітап оқығым келмейді. Мысалы міне қазір оқып жатқан кітабым былай тұрады, осылайынан тұрады. Оқығым келмейді. И мен айтамын, давай бірінші бетінен бастап оқи берейікші деген сияқты да. Бірінші бетінен бастап оқи берейік. И мен 10 бетке дейін, мына жерде 10 бетке дейін не қойып қоямын, мынандай қойып қоямын. Давай тағы бір бет оқисаш, тағы бір бет оқисаш деп, күніне хотя бы 10 бет оқышы, хотя бы 10 бет оқышы деп өзімді алдаймын. Сөйтіп мына жерге жеткен кезде күнделікті менде 10 бет оқылып отырады. Сонымен осы жылы оқып тастаған кітаптарым, ең бірінші оқыған кітабым ол «Махаббаттың 40 қағидасы». Көпшілік айтады, осы кітап адамдардың кітап оқуға деген желаниясын ашады деп айтады. И менің ең бірінші оқып бастаған кітабым сол болды. Мне порекомендовали. 3 кітап берді, бірақ содан баста деп порекомендовали. Мен сол кітапты оқып бастадым. Маған өте қатты ұнады. Ана ішіне кіріп кетесің. Кәдімгідей көз алдыңа елестетіп, анау историяны соның ішінде жүресің. И ол кітапты оқып болғаннан кейін келесі оқыған кітабым ойбай, жабысып қалыптыңдар. Вроде осы болды. И бұның іші рухани әңгіме, өте ауыр кітап болды маған, миға өте ауыр. Нәпсі мен рух туралы көбінесе. И нәпсіні жеңу өте қиын болды маған осы кітапты оқыған кезде. Нәпсіңмен төбелесесің. Осылайын осы кітапты оқыдым. Ал «Махаббаттың 40 қағидасында» вообще махаббат не про то, что о чем мы думали деген информация бар. Ол жақта да рухани кітап енді. Бірақ мен таң қалдым негізі ол кітапты оқыған кезде. Обязательно оқуға советую. Ол кітапты мен бір құрбыма сыйлағанмын. Сыйлағанда оқуға бере тұрдым. Одан кейінгі оқыған кітабым осы кітап болды, «Мұңайма». И мен осы кітапты оқыңдаршы, ішінде күшті информация бар деп адамдарға советовать етсем, люди думают, знаете о чем? Мен қазір мұңайып жүрген жоқпын, у меня состояние все нормально, я не хочу дейді да. Это не про это про, білмеймін, ішінде вообще нереальный нәрселер бар. Көбінесе тәубе туралы аудио. Адам қалай тәубесіне келеді. И жанындағы басқа адамдарға қалай жылу сыйлай алады, көңілін аулай алады деген нәрселер ма. Мен көбінесе бұл кітапты оқығанда, жұмысыма, менің терапияларымда, адамдармен жұмыс жасаған кезімде көмектесетін көптеген ақпараттар бар екен, өзіме ұғып алатын деген ақпараттарды ұқтым осының ішінен. Осы кітап маған өте қатты ұнады. Топ кітаптардың ішіне кіргізіп. Мына кітапты маған алдыңғы осы жылы хакатон жасадым мен жылдың басында. Сол кезде хакатонда шәкіртіміз сыйлаған болатын. Өте қысқаша кітап, бірақ тұрғаннан кейін оқып шықтым. Нәзік жанға насихат. Әйел адамдар ислам дінінде қалай болу керек деген сияқты. Біздің Айша аналарымыз, басқа да аналарымыз қалай өмір сүрген деген сияқты пайдалы ақпараттар бар. Для себя оқыдым. Потом мына кітапты мен жібектен алып кеттім. Жұмыста тұрған екен, оқимын деп. Қазір мен 250 бетке келдім. Сәл-ақ қалды, получается. Бұл кітапты жақын арада бітіремін мен. И маған менің қыздарым уже менің не жақсы көретінін біледі. Осы жылы туған күніме жылдың басында сыйланған 3 кітап оқылып біткеннен кейін Тайный Санта ойнағанда маған тағы 2 кітап сыйлады. Менің ортам біледі маған не сыйлау керек екенін. Потому что мен кітап құмар болып кеткенмін. И бұл қасиетіме өзіме ризамын, өзіме рахмет айтамын. Это очень лучшее качество. Это навык, который нужно вырабатывать. И людям советую негізі осы навыкты адамдарда өзінде
шығаруға, потому что бұл да оңай емес. Өзіңді заставлять каждый день читать. Потом бұл нәрсе негізі әдетке айналып кетеді. Біреуі 21 күн дейді, негізі біреулері 40-50 күнде дейді. Өзіңді заставлять етсең, әрі қарай үйреніп кетесің дейді. Сондықтан я советую негізі бұл навыкты өздеріңізде шығаруға. Енді келесі, мына кітапты мен студент кезде оқығанмын. 10 жыл бұрын «Подсознание может все» деген кітапты оқығанмын. Даже 2-3 рет қайталап оқығанмын, орысшасын. Но қазақша екен, қазір тек қайталап оқуға я не против, потому что бұның ішінде өте күшті нәрселер бар. Түп санамен жұмыс жасауға, мимен жұмыс жасауға, иә. Сондықтан бұл кітапты мен қайталап оқимын алдағы уақытта, бірақ қазір емес. Одан кейін мынандай кітап сыйланған екен, табыс ойдан басталады деген, и аят сырлары деген жер шығарған ба. Мен ойлаймын, бұл да рухани кітап сияқты. Бұл не кітап екенін әлі білмеймін. Мен үшін жаңа бір кітап, атын естімегенмін. Сондықтан бұл кітапты тоже жақын арада оқитын боламын. Кемел адамды оқып бітіргеннен кейін я хочу прочитать вот эту книгу «Богатый папа, бедный папа». Мен бұл кітапты 8 жыл бұрын, 17 жылы сетевой маркетингке кірген кезде бастамасын оқыған сияқтымын, не помню, құрбымда болған. И ішінде примерно не туралы айтылғанын білемін, ол маған айтып беретін естеліктер бар, примерно ішіндегі ақпараттарды адамдармен бөлісем, бірақ толығырақ бөлісу үшін мен оқимын деп шештім. Кемел адамнан кейін осыны оқимын. Енді дәл кете береді кітаптар. Қандай кітап сыйлаймын деп ойласаңыздар, мен айтамын, менде Каспиде уже бедап закрепленныйда әлі де сатып алатын кітаптарым тұр. Мен бұрын өзіме кітап сатып алуға ақша қимайтынмын. Лучше біреуден алып оқи салайын. Осы адамдар қалай 6-7 мыңға мына кітап мысалы 6,5 мың теңге тұрады деп тұр да. Мысалы 6-7 мыңға адамдар қалай кітап сатып алады деп, қалай ондай ақшаларын қияды деп ойлайтын. Нет, да, эту книгу заказала за 5000. Өзім ақшама өмірімде бірінші рет кітап сатып алдым, мен представляете. И осы кітапты оқимын. Бұл кітапты не үшін оқимын? Себебі бұның ішінде менің қазір ойнататын кэшфлоу ойыным, мен кэшфлоу ойнатам, и кэшфлоу обучение өтем, да? И екеуіне де керек информация бар. Потому что кэшфлоу ойыны, исходя из этой книги, осы кітаптан туынды болып шыққанда. Поэтому бұл кітапты жақын арада оқып бастаймын. Осындай, я не дейді, букхолик деймін, блокнотохолик дегенде өткенде бір тренд түсірген еді жібекпен. I am a bookaholic деген сияқты. Тыңдағандарыңызға рахмет, соңына дейін тыңдасаңыздар, кітап оқып бастаңыздар. Мына оқып қойған кітаптарымды мен оқуға бере тұра аламын, кейін с возвратом, бір айға, потому что бір кітапты бір айда оқып тастауға болады. Мен алдында да бір кісіден пайғамбардың өмірі деген кітапты бір айға алып, ораза айында оққан, бірақ жартысын ғана оқыдым да. Сонымен қалып кеткен, сонымен қайтарып беруге тура келді. Тура сол сияқты кітап оқып бастағыларыңыз келсе, менен алып оқысаңыздар болады. Пока.